Қадірлі ағайындар, біздің мына келіп отырған жеріміздің қандай жер екенін бәріңіз білесіздер ғой. Бұл орталық мұрағат. Мұрағатта не сақталады? Мұрағатта өзінің қызметін, қажеттілігін атқарып біткен құжаттар сақталады. Солай ғой? Архив деген сол. Архивте көбінесе жатқан нәрселер жай жатпайды, шаң басып жатады. Іздеген адамдар ғана келіп, керектісін іздейді. Әйтпесе, ешкімге керек жоқ, сол күйінше қаттап көп сөрелерде жатады. Біз қазір рахмет айтып жатырмыз Есімовке. Мен де рахмет айтқым келеді. Ол кісінің керемет кемеңгерлігі үшін. Қазақ тілін мерзімі келмей, күні жетпей жатып, архивке аттандырып жіберген үшін. Қазақ тілі барар жеріне барды, енді сол орталық мұрағатта тіптіріс жатсын деген шығар. Кешіріңіз. Салалық па? Қалалық. Демек, Алматы қаласы үшін қазақ тілі мұрағатта өтетін, архивте жататын тіл деп есептеген шығар. Ахметжан Есіп мырза, сіз қатты қателесесіз. Қазақ тілі сізді тағайындап қойған көкеміз Назарбаевта архивке өткізе алмайды. Бұл тіл мұрағатта жататын емес. Бұл тіл күнделікті өмір сүретін, қоғамда да, мемлекетте де, әлеуметтік экономикалық салаларда да, білім беруде, тәрбие, ғылымда, саясатта өзінің ойып тұрып орнын алатын тіл. Мұхаңдар бекерге шырылдап жүрген жоқ. Тілді сақтап қалудың ғана қамын күйттеп, соның ғана уайым жемейік. Сол тілдің белсенді түрде шын мәніндегі мемлекеттік тіл болуын ойлайық. Ол үшін күресу керек. Қазақтың тілі ғана емес, сол тілдің иесі қазақтың өзінің жағдайы қандай? Өте мүшкіл қалды. Азаматтық құқығы тапталған, өзінің аузындағы асына ие бола алмай, бұрын өзі кеңпейілдікпен келіншектерге аузына жүріп берсе, қазір қазақтың аузынан күшпен, айламен, қулықпен, сұмдықпен жүріп алып отыр. Қазақ өзінің қазба байлығынан түсетін табысынан айырылып отыр. Қазақ өзінің ұлттық намысынан айырылып отыр. Жаңа осы кездесу басталар кезде ән болды ғой. Жүрек сілкінтетінен, тіліңнен айырсаң бәрінен айырыласың дейді. Бұлар алдымен қазақты тілінен айырып отыр. Тілінен айырып сол бәрінен айырылады. Тілден айырылған ол рухынан айырылады, ол намысынан айырылады. Біз мінекей тілді ғана жоғалтпаймыз. Ұлтты, рухты жоғалтамыз. Ал рух пен рухты жоғалтсаңыз, бәрін жоғалтасыз. Дәстүріңізді де, салтыңызды да, адами қасиеттеріңізді, қазақи болмысыңызды да ұмытасыз. Біз үлкен қасиеттің алдында тұрмыз. Қазір осында қанша адам жиналып тұрмыз. Соған тәубешілік жасап тұрмыз. Жоқ, бұған тәубешілік жасамайық. Біз ел болып, қазақ болып бірігейік. Қазір күллі қазақтың, Қазақстанда қазақтың басын біріктіретін жағдай келіп тұр. Оны біріктіретін мұқассыз, Дулат аға сіз, Мекемтас аға сіз тағы басқа осында отырған азаматтар. Қазақтың құрылтайын өткізу керек. Қазақтың тілінде басқа жағдайында қарастыратын, мемлекеттілігінде ойластыратын, мемлекетіне Қазақ Республикасы, Қазақ мемлекет деген атауын қайтарып беруді ойластыратын осы сіздер болуларыңыз керек. Осында жиналған көпшілік болу керек. Сондықтан мен сіздерді бәріңізді осы биыл жылдан қалдырмай, тіпті желтоқсанға дейін сондай үлкен жиын өткізуіміз керек. Қазақтың мүддесін ойлайық. Қазақтың тағдырын өзі шешетін сондай үлкен бір жиын керек. Желтоқсан әрине биліктің шошынтатын, қорқытатын кезең. Ол Алматының 86 жылғы желтоқсаны болсын. Не болса 2011 жылғы Жаңаөзеннің желтоқсаны болсын. Қырылған халық, қырылған қазақ, қорғанған қазақ осылай өмір сүріп жүре беруі тиіс емес. Еңсемізді көтерейік, ел болуды ойлайық.